Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте оңай және жылдам дайындалатын сметанниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ингредиенттер төменде жазылған. Ұнымызға берме температурасының майын саламыз, оған соданы саламыз және қантымызды салып, осы ингредиенттерімізді әдемілеп бір-біріне араласқанша араластырамыз қолымызбен. Май міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Осылай үгітіліп бір-бірімен араласқаннан кейін үстіне жұмыртқамызды салып әдемілеп қамыр илейміз. Қамырымыз бір жұмыртқа полный қамырға сіңіп, жайылып, қамырымыз біртекті болғанға дейін қолмен әдемілеп илейміз. Осы иленген қамырды холодильникке, полиэтилен пакетке немесе пищевой пленкамен орап, жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан көп болса да болады. Одан кейін салмамызды дайындаймыз. Қаймағымызға қантымызды қосып, оған жұмыртқаларымызды бір-бірлеп тастаймыз. Және бұл осы салмамызды араластырамыз венчикпен, немесе миксермен араластырсаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, маған венчикпен ыңғайлы. Осылай біртекті болғанға дейін араластырамыз. Сұйықтығы осындай болады, әдемі болып. Одан соң табамызға қамырымызды алып, жартыға бөлеміз. Екі жартыға, мен табам 28, диаметрі 28 сантиметр. Астына табаның алдымен әдемілеп қамырды жайып шығамыз. Осылай полный диаметріне жайып шығамыз. Тесік болмау керек достар астында. Келесі жарты қамырымызды бортиктарына жайып шығамыз. Бортиктарын полный қамтылуымыз керек. Осылай сіздер әзірге видіне мән бермейсіздер, видін кейін өзі істейміз. Осылай бортигін полный жайып болғаннан кейін қамырымызды кішкентай қасықты алып, төменгі бөлігін әдемілеп шығамыз. Одан кейін бортиктарын әдемілеп шығамыз. Осылай бортиктарын әдемілеп болғаннан кейін бортиктің жоғарғы бөліктерін, жиектің жоғарғы бөліктерін әдемілеп кіргізіп шығамыз. Табаның биіктігімен бірдей қылып. Он біткеннен кейін үстіне дайын тұрған салмамызды құямыз. Бұл салманы құйғаннан кейін 180 градусқа 30-35 минутқа қызып тұрған пешке саламыз. Осылай әдемі, түсі де, дәмі де пирог шығады. Қазір табадан алған кезде, табардан алар бұрын 2 сағат тұру керек табаның өзінде. Сосын барып аласыздар достар, әйтпесе пирог шашылып кетсін, салмасы төгіліп кетеді. Осылайына мұнда пышақмен де жай астын ажырату үшін, былайынша табаға жабыспайды пирогтың өзі. Қамырдың ең қасиеті сонда, бұл қамырдың табаға жабыспайды. Пирогты тарелкаға салып бөлек қонақтарыңызға бере берсеңіздер болады. Маған тіркелуді және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.